Ассалаумағалейкум, бақтарыңа сәлем. Бүгін бізде мен Актер Фершан және де бүгін біз Кетечок каналында штатив туралы әңгіме қозғаймыз. Ендеше go. One time, two times too many. I said three times, four times too many. I said five times, six times too many. You done fucked up. One time too many, yeah. Бүгін бізде мен Актер Фершан және де бүгін бізге тапсырыс келіп жетті. Көптен күткен тапсырыс, ұзақ күттім. Бұл тапсырыс бізде Қытайдан AliExpress сайтынан емес. Ол ешкімге таныс емес, ешкім емес, енді маған таныс, кейбір адамдарға таныс, бірақ та көпке таныс емес сайт. Бұл бізде market.kz. Бұл сайт туралы мен қысқаша шоу жасап өтемін видео соңында, сондықтан видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Енді біз уақыт созбай тапсырысқа өтейік. Бұл тапсырыс бізде Қытайдан, бағанағыда айтып өткен негізде market.kz сайтынан келді, және де бұл тапсырыс мен берген тапсырыстардың ішіндегі ең огромный деп айтуға болады. Тек не ондай огромный емес, қандай огромный мен үшін. Және де алдағы уақытта бұнда үлкен тапсырыстар келеді деген үміттемін. Мінекей мынандай сары скотчпен оралып келді. Бұл бізге Қытайдан келді, және де бұл өте арзан бағада. Мен бұл штативтің бағасын сіздерге видео соңында айтып өтемін. Оған мен өздеріңіз бағалап бағасын берерсіздер. Өздеріңіз примерно деп қарап отырыңыздар. Бірақ та мен айтқан бағаға конкретно сенбейсіздер. Осындай ұзын. Бізде примерно бұл 50 сантиметр. Міне примерно бізде 50 сантиметр. Енді мен бұны бағана барғанда аштым. Алдын ала бүйтіп көрдім, кесіп қойдым. Міне мынау ішінде тағы бір коробка бар. Штативтің коробкасы. Бұл коробканы алам деп әлі дейін аламай жатырмын. Осылай видеода алынған екен. Мен оларды кішкене былай талпынып көрдім, ол алынды. мінекей. Ішінде басқа ештеңе жоқ. Міне осыған оралып келген. Міне штативтің бізде коробкасы. Бұл штативті мен өзіме алдым видео түсіруге. Себебі менің қазіргі штатив түрін көрсейін ба? Осы штативімді қою үшін біраз уақыт кетеді, сондықтан қиындықтар туғызады. Ал мынау штатив бізге өмірге де керек, жұмысқа да керек. Мінекей. Бұл бізде қандай аты? Kassa Double Safe деген штатив, және де бұның маркасы KS33OB. Және де жата берсін, түсіп кетті. Және де міне бізде және де міне мінекей бізде бұның барлығы ашқан кездегі биіктігі 1340 мм, яғни 1 метр 34 сантиметр болып келеді. Ал жиналғандағысы 51 сантиметр. Және де мыналар граммы 730 грамм бізде. және де мінекей түрі осындай. Міне маркасы. Егерде кімді қызықтырып жатса. Штатив бұны ашқан кезде мен андай мешокта оралып келген, және де андай сотқа қыстырғышы бар. Моноpoddағыдай. Бұл кішкене оригиналдау басқаларына қарағанда, себебі нақты зеркальный несі бар. Мен осы түсіп қалдым, қаттан. Осындай зеркальный видео бар. Бұлайнан сотканы қойып қоясыздар да видеоға. Өздеріңізді лайк көріп отырып түсіре бересіздер. Өте қолайлы, және де сапасы өте керемет. Мен осы тапсырысқа ең жақсы ыза болғаным осы тапсырыс деп айтуға болады. Себебі бұл басқа сайттан, AliExpress-тен өзгеше атмосфера. Және де бұл сайттан мен тапсырыс беру үшін біраз қарадым. Сайттың ішін ақтарып қарадым, және де бұл келе ме, келмей ме, оған сенімді болмадым. Бірақ та мен бір көз жеткізгенім, бұл сайтқа кіру үшін түсіріп алдым оны. Мен бір шут сұқпапты. Мен бағана құлатып алғаннан деймін. Бірақ қазір көрейік қай жері. Міне ашылған кезде
мындай ашылады. Бул бизде AliExpress'тен карайтын болсак, мындай нелерде 4000 5000 теңге багасында алууга болот. Мына жана осындай кара түстө, жакта этикеткасы бар. Касса деген компания чыгарган. Мына енді штатив қолданамын. Міне былайдан ашамыз. Сол кезде міне ашылады. Міне бағана жиналған кездегі несі 51 сантиметр. Міне осындай. Және де бағанағы чехолына салып арқаңызға асып жүре беруіңізге болады. Қазір ана болтты жерге қоя тұрайын, егер тауып жатсам сол жеріне қоярмын. Енді мінекей видеоға ораламыз. Бұл жерде бізде камера қоятын қыстырғышы бар, және бұл қыстырғышты біз алу үшін былайынан аламыз. Былайынан камераға орнатылады. Енді мынау уровень бар бізде, тепе-теңдікті сақтайды. Тепе-теңдігін былайынан қойып аласыздар. Былайынан тепе-теңдігін қойып алуларыңызға болады. Және де мынаны бұрайтын болсақ, бұл бізде астыға, үстіге егер қатырып тастасақ, былайынан қатырып тастасақ қимылдамайды. Және де мынаны босататын болсақ, бұл бізде былайынан қимылдайды. Ал егер қатырсақ қимылдамайды. Сапасы өте керемет, мен ырза болдым. Ал мынаны бұрайтын болсақ, бұлтты былайынан камераны 90 градусқа былайынан қоя аламыз. Мінекей осындай, мына уровень өте керек, себебі видео бізде түзу шығу үшін. Қазір менде сәл ғана қисық тұр. Енді этикеткасы бар. Енді мынаны ашайық. Бұны ашқан кезде міне түсіріп қойын. Мынаны ашқан кезде былайынан осылай ашылады. Міне осылай ашылады. Және де бұның биіктігі бағанағы 134, яғни 135 деу беруге болады. Сондай сантиметр. Яғни 1 метр 34 сантиметр. Бойымнан сәл ғана кішкентай. 40 сантиметр дейік кішкентай. Мынау бізде аяғын түсіретін елері. Енді өздеріңіз бағасын беріп жатқан шығарсыздар, өте қатты. Жері сырқылдамайды. Барлығы абанып қатты орнатылған. Сапасы өте керемет. Міне видеоны осылайынан, мысалы біреу театр болса, біреу видеоны былайынан қояды. Кішкене босатамыз. Өзде әрі-бері міне. Және де былай бізде бір неге қойып қойып, плавно былайынан өткізуге болады. Сол кезде видеолар өте сапалы болып шығады. Және де кинодағыдай осылайынан бұрап видео түсірулеріңізге болады. Және де астыға үстіге түсіретін болсаңыздар, бүйтіп мынаусын қатырамыз. Мынаусын бізде қимылданбау керек. Мынаусын сәл босатамыз. Сол кезде астыға үстіге. Ал енді екеуін де бірге істейтін болсақ, мына екеуін де босатамыз кішкене. Сол кезде астыға былайынан үстіге былай өсіп, видеоны өте жақсы сапамен, яғни стабилизациямен жүргізуге болады. Және де бұл штативті той емес, енді тойға шыққан кезде қолданылады. Өте керек зат. Және де мына жақтағы бұлтты қарайтын болсақ, мына жерінде мынандай бұлт бар, бұл босатылатын. Бұл бізде тұрып көріп тұрсыздар ғой. Осыны былай неқсақ, мынау көтеріледі. Ал мынаны қатырып тастасақ, бұл көтеру қаттырақ болады. Босатсақ тез көтеріледі. Осының барлығын көтерген кезде бізде 134 сантиметр болады. Мен бұны примерно өлшейін өзімнің бойыммен. Осындай довольно негізі былайынан биіктігі жақсы. Мынаны қатырсамыз, сол кезде бізде қатырған кезде мынау да қимылдамайды. Шырқ етпейді вообще, шырқ етпейді. Жақсы штатив. Матасы тіпті ғой, качествосы бұл темір емес, алюминий. Бірақ өте қатты, сапасы жақсы. Менің бойыммен, менің мынау мойнымнан сәл ғана, яғни микрофон тұрған жерде, тіке тұрсам, микрофон тұрған жерде тұрады. Және де бұл видео түсіруге маған жеткілікті. Былайынан уровень қойын. Осы бізде түзу уровень болды. Осы уровеньмен видео түсірсек өте сапалы болып шығады. Өте керекті зат. Енді бұны сіздер осына 135 сантиметр. Және бұның сапасы өте керемет, көріп тұрғандарыңыздай. Мен өзім ырза болдым, және сіздер де ырза боласыздар. Және де осы штативке тапсырыс берсеңіздер болады. Бұл штативтің бағасы әдем етпеймін. Өздеріңіз примерно бір 4000-5000 деген шығарсыздар. Себебі ең простой штативтің өзі AliExpress'тің өзінде 2500 теңге, 3000 теңге.
ең простой штативтің өзі. Ал бұл бізде ондай простой емес, кәдімгі профессиональныйға жақын, бірақ профессиональный емес. Міне, байынан жинастырамыз. Мынау нелерін байынан жапсақ, осылайынан да былай қоюға болады биіктігінен. Егер де сізге ондай қатты биік емес керек болса. Бұның бағасы бізде 2000 теңгені құрады. Акциямен алдым деуге болады. Осы сайттан алуларыңызға ұсыныс білдіремін. Себебі мен барлық администраторлармен сөйлестім. Бұл сайт туралы білдім. Администраторлардың номерлерін алдым. Ішіндегі товарлардың бағаларын барлығын біліп сұрастырып алдым. Неге арзан, неге тез келеді деген секілді. Мысалы, бұл маған администратор айтты, 25 күннен артық уақытқа созылмайды. Тапсырыс 25 күннен шейін келеді дейді. Айжан, кетші бар. Кейін аласың. Неге тапсырыс берсеңіз 25 күннен аспайды деп айтты маған. Және де бағалары үшін арзан деп сұраған кезімде, мысалы, бұның бағасы Алиэкспресстен арзан, бұндай Алиэкспресстен сіздер 4000 теңгеге аласыздар. Серьезно. Ал біздің қалада 6000 теңге сондай бағада осы штативтер тұр. Ал мен небәрі 2000 теңгеге алдым. Өте керемет сайт. Мен барлығын сұрастырып алдым. Неге арзан, неге қымбат? Кейбір жерлері қымбат, кейбір жерлері арзан. Мысалы, наушниктарды қарайтын болсақ, Алиэкспресске қарағанда кішкене қымбаттау болып келеді наушниктер. Және де мысалы сумкалар Алиэкспресске қарағанда арзан. 700 теңгеге сумка алуларыңызға болады. Кәдімгі бізде базарда сатылып жатқан 2000 теңгеге сумканы 700 теңгеге алсаңыздар болады. Ал Алиэкспресстен сол 2000 теңгеге соны аласыз ғой. Ал осыдан 700 теңгеге бір конкретный сумка алсаңыз болады. Мен оларын көрдім, бірақ та мен бұл сайттың барлық товарларын қарастырып, көріп шыққан жоқпын. Және де мен сол ешін арзан деп сұраған кезімде, бұл товарлар бізге прямой келеді деді. Алматы қаласына прямой келеді, ешқандай үзіліссіз, суайдан тоқтамай прямой келеді. Және де Алматы қаласынан, яғни Қазпочтамен Тараз қаласына жеткізіледі. Және де мен Тараз қаласына келетін бір ғана почта бар екен. Ол вокзал жақта, яғни Алматы қаласынан пойызбен келеді ғой. Сол кезде сол вокзал жақтағы склад, сол жақта склад және де почта, сол складқа барып түседі. Сол складта барып аласыздар. Енді сол прямой келеді деп маған айтты. Барлығын сұрастырып алдым. Точно ма, точно деп. Енді тағы айтуға болады бұл сайт туралы. Және де мен бұл штативті алу үшін көп ойландым. Сол үшін лайктарыңызды аямай, білдіріңізді аямай, комменттеріңізді жақсы комменттер жазып, дизлайктарыңызды қоймай. Егер де ұнамай жатса, әрине қолдарыңызға болады. Бірақ та менің осы еңбегімді бағаларсыздар деген үміттемін. Себебі мен бұл штативті алу үшін біраз ойландым деуге болады. Және де ойланасың, мысалы, ақшам құрашын кетіп қалмасын деп. Бостан-босқа мысалы келмей қалса, өкінесің ғой. Сондықтан мен құрашын кетіп қалмасын дедім. Сөйтіп барлығын сұрастырып білдім. Және де интернеттен, ютубтан қарадым. Сол кезде мен бір көзге түскені, кәдімгі терминалдар бар ғой, киви кошелекқа ақша салатын немесе интегр салатын терминалдарда осы сайтқа прямой ақша жіберсе болады екен. Яғни ол терминал государственный болғандықтан, яғни оған разрешениесі бар, және де бұл плет деген сенім менде кішкене артты. Тоқташ! Плет деген сенім менде артты. Сондықтан мен осы сайтты қарастырып көрдім. Және де бұл өте жақсы сайт деп айтуға болады. Мен өзім ырза болған сайттардың бірі. Енді алдағы уақыттарда, Алла қаласа, осы сайттан тапсырыстар өте көп келеді деген үміттемін. Видеоларымыз тоқтамай шығады деген үміттемін. Және де өте арзан бағада. Енді осындай штатив кім Тараз қаласында тұратын болса, мен соған ұсыныс білдіре аламын осы штативті сіздерге алып беруге. Оның бағасын біз сөйлесеміз. Себебі мен акция кезінде алғандықтан оның бағасы кішкене қазір көтерілуі мүмкін. Сондықтан мен точносын білмеймін. Бірақ та арзан бағада алып бере аламын. Осындай штатив немесе басқа да заттар керек болса, мен астында Инстаграмның парақшасын қалдырып өтемін. Сол парақшаға, личкаға, бірінші сол страницаға тіркеліп, сосын личкаға маған жазыңыздар. Мен ютубтанмын. Ютубтан десеңіздер, скидка болады әрине. Себебі сіздер мен көрермендерім сіздер. Сондықтан сіздерге кішкене жасаймын. Ютубтан көріп келіп тұрмын деп айтуларыңызға болады. Енді және де басқа да товарлардың түрлерін мен сол Инстаграм парақшасына саламын. Және де бағаларын астарында жазып қоямын. Бағалары сіздерге ұнайды деген үміттемін. Себебі Тараз қаласынан қарағанда 2 есе деуге болады. 2 есе деуге болады. Арзан. Мысалы бізде тұратын 600 теңгелік затты жоқтан 300 теңгеге алуға болады. 10 теңгелік тұратын затты 300 теңгеге алуға болады. Мысалы мен штатив бердім. Мен наушник бердім. Ол наушник бізде 350 теңге болса, Тараз қаласында 1000 теңгені құрады. Енді сондай арзан. Ол тіпті 2 есе емес, 3 есе арзан. Және де осы видеоны аяқтайын. Көп сөйлеп кеттім. Енді сіздер үшін түсіндіріп өткенім. Және де осы видео көргендеріңізге көптен көп рахмет. Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, келесі жерлер болса айтып өтіңіздер, түзетеміз, дұрыстаймыз, жөндейміз. Және де алдағы уақытта видеолар шығады деген үміттеміз. Қош саламатта, барлықтарыңыз аман саулықта болыңыздар. Чао.